Жыл сайын облыста еріктілер қозғалысына тартылған жастар саны артып келеді. Олар қоғамдық өмірге қатысады, қайырымдылық және басқа да әлеуметтік маңызды жобаларды жүзеге асырады. Бұл туралы өңір әкімдігінде талқыланды. Жастар еріктілігі желісі жөніндегі кеңесте Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекбаев санға емес, сапаға басымдық бере отырып, волонтерлық бағытты дамытуды тапсырды. Сондай-ақ отырыста еріктілер үшін бірыңғай киім үлгісін әзірлеу және мемлекеттік қолдау шеңберінде іске қосылған қолданыстағы бизнес жобаларды масштабтау туралы шешім қабылданды. Біздің облысымызда азаматтық қоғам өкілдерімен ынтымақтастық мәселелер ерекше назарда. Бұл ретте қоғамдық ұйымдардың қатарында жастардың үлесі жоғары болу қуантады. Үкіметтік емес ұйымдар мен еріктілер санының артуымен қатар жастар жобаларын қаржыландыру да жыл сайын өсіп келеді. Бірақ олардың даму әлеуеті бірдей емес деп атап өтті отырысқа қатысушылар. Сонымен қатар мемлекеттік қолдауға үміткер бизнес идеяларды мұқият таңдауды ұсынды. Образовательные тренинги для молодежи. Өңірде жастар үкіметтік емес ұйымы маңызды рөл атқарады. Олар бос уақыттарын ұйымдастырады. Жастар кәсіпкерлігін қолдауды, волонтерлікті дамытуды, жастардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз етеді. Салауатты өмір салтын және экологиялық мәдениетті насихаттайды. Қазіргі уақытта облыста 71 жастар үкіметтік емес ұйымы тіркелген. Оның 40-ы белсенді жұмыс жүргізуде. Алдыңғы жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіштің өсуін байқауға болады. Өңір басшысы Ермағанбет Бөлекбаев болашақта қоғамға пайда әкелетін әлеуетті жобаларға грант бөлу маңызды екенін атап өтті. Жобалардың өміршеңдігі мен олардың сұранысқа иелігіне басымдық берілетін болады. Дариға Жаманова, Мұрат Төкенов, Нұржан Табриз, Сарыарқа телеарнасы.